Сәлеметсіздер ма достар? Алдырған Бөбекжайы балабақшасының күншуақ тәрбиеленушілері Алибай Алижан және Бейімбет Айғаныммен бірге қосыла біз мен зерттеуші байқауына қатысқалы отырмыз. Біз қазір судың қасиетін және басқа заттармен әрекеттесуін зерттейтін боламыз. Бізге керегі мұны алдын ала дайындалып алдық. Пластмасс стакан, пластилинмен ауасы шығарып жабыстырып аламыз да стаканның ортасын кесіп алдық, иә? Енді балалар маған көмектесіп жіберіңдерші. Бұған біз нан содасын саламыз. Қане сала қойған ішіне жаймен сал. Сала ғой. Жарайсың. Ал Айғаным мынау ыдыс жуатын сусабын ішіне құямыз. Құямыз. Жарайсың. Ал енді қараңдар, бізде мынау лимон қышқылы бар. Салып алдық ыдысқа. Үстіне су құямыз да лимон қышқылын ертіп аламыз. Қане араластыр. Араластырамыз. Жарайсың. Ал ұстаймыз да қолымызға. Мұна жанартауға үстінен құямыз. Қане, алысырақ. Кішкене. Не болды сонда? Не болды? Жанартаудың от шықты ма ішінен? Иә. Жарайсыздар балалар. Бұл бірінші біздің зерттеуіміз. Ал балалар қараңдар. Мұна бізде толып тұрған суя. Суды 2 стаканға бөліп құйып аламыз. Содан кейін Айғаным жұмыртқаны ала қой. Бір жұмыртқаны ал. Ештеңе қосылмаған жай суға бір жұмыртқаны сала қой. Сала қой ішіне. Балалар қараңдаршы. Балалар қараңдар, міне тұзды суға жұмыртқаны салсақ ол батпайды екен, ал жай суға жұмыртқа салсақ ол батып кетеді екен. Оның себебі судың тығыздығында. Тұзды суда жұмыртқа батпаса, жай суда жұмыртқа батады. Балалар қараңдар, мынау сіріңке. Бұл сіріңкені үйде ұстағанға болмайды, иә? Кішкентай балаларға ұстағанға болмайды. Үлкендер тәжірибе жасаған кезде тек қана көру керек. Қараңдар, мен мына майшаны жағам. Оның түбіне су құямыз. Қараңдар балаларым, мен стаканмен бетін жаптым майшамның. Отпен не болды? Өшіп қалды ма? Иә. Өшіп қалды.
содан кейін қараңдар, жан жағындағы боялған суымызды ішіне қарай жинап алды, иә? Қазір ашып көрсетем, су қайта пайда болады. Көрдіңдер ме?